Сәлем достар, сендермен бірге мен Малика. Менің артыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі өте тез дайындалатын панкейк жасаймыз. Оған қажетті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, ұн, сода және де май. Енді біз панкейкімізді жасауға кірісейік. Ол үшін біз жұмыртқаны жарып аламыз. Енді үстіне 3 қасық қант қосамыз. Енді бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстіне 300 мл сүтті құямыз. Енді қасықтың ұшымен қана сода саламыз. Енді үлкен қасықпен май құямыз. Біздің май сұйық май. Енді бәрін жақсылап араластырып аламыз. Ең соңғы үстінен 300 грамм ұн қосамыз. Бәрін араластырамыз. Мінекей, бізде қаймақ секілді масса шықты. Енді біз оны пісіріп аламыз. Мінекей, біз қаймақтарымызды пісіреміз. Біз сковородканың астын майламаймыз. Енді пісіріп аламыз. Егер де бетінде көбіктер пайда бола бастаған кезде, ол пісті деген сөз. Мінекей, бізде көбік бастады. Енді екінші бетіне аударамыз. Мінекей, осылай барлық массамызды панкейкке айналдырып аламыз.
мінекей біздің құймақтар өстіп әдемі болып пісті. Достар, біздің құймақтарымыз дайын. Сіздер оның бетіне қаймақ, шоколад, сгущенка немесе басқа заттар салсаңыздар болады. Немесе мен секілді сгущенка салсаңыздар да болады. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы панкейк туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.